Ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өте керемет, өте дамды оригинал рецептпен вупи пай тортын дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқаны пайдаланамыз. 4 жұмыртқаға 160 грамм қантты қосып, үлпілдек масса болғанша миксермен араластырамыз. Пайынтарны миксердің болуы маңызды емес, қолдың миксерімен қолдануға болады. Ең бастысы массаны ағартып, есе ұлғайғанша миксермен араластырып алуымыз керек. 160 грамм Қазақстан шоколадына немесе кез келген қоңыр шоколадқа 82,5% сары майды қосып, микроволновкада немесе водяная баняда ертіп аламыз. Массамыз ыстық болу керек. Ыстықтай жұмыртқалы массамызға қосамыз. Қараңыздар, осындай масса шығу керек. Енді ыстық шоколадпен біріктіреміз. Миксермен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, тек біріксе болды. Какао ұнтағын міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. 20 грамм какао ұнтағын қосамыз. 17 грамм қамыр қопсатқыш, 200 грамм електен өткізген ұнды қосамыз. Біркелкі масса болғанша миксермен араластырып аламыз. Астан үстіге қарай лопатканың көмегімен бір градуста қызып тұрған пеште шамамен 11 минуттай пісіріп аламыз. Толықтай суытамыз. Суығаннан кейін барып кремін дайындауға көшеміз. Мен Банфеста маскарпонесін қолданамын. 250 грамм маскарпонеға 600 грамм креметті саламыз. Немесе басқа творожный сырларды қолдансаңыздар болады. 600 грамм творожный сырды салдық. 230 грамм қант ұнтақты електен өткізіп қосамыз. Миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін барып салқын 500 грамм кілегейімізді қосамыз. Біркелкі қою крем шыққанша миксермен араластырамыз. Мінекей, бір реттік қолданатын
кондитерлік қалташаны аламыз, үшеуін, және бірдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Осы 3 кондитерлік қалташаға. Осылай бөліп алсаңыздар, әр коржға теңдей кетеді. Мен насатқа қолданбаймын, осылай қалаған өлшемде басын кесіп тастаймын. Солай шариктерін шығарамын. Ең бастысы міне 2 тігісін көрдіңіздер ме? 2 жағына келтіресіздер, шариктерін шығара бересіздер. Ең бірінші кезде әдемі болмауы мүмкін, бірақ қолыңыз үйренген сайын әдемі шығады. Сондықтан берілмеңіздер. Осылайша тортымызды жинаймыз. Назар аударыңыздар, мен коржды аударып қойдым, және де қолданатын кезде ғана пергамент қағазынан босатып алдым. Қойып аламыз. 140 грамм қазақстан шоколадына 82,5% сары майымыздан 80 грамм қосып араластырамыз. Ыстық болмау керек, жылы болса болады. Осылай шоколадымызды ағызамыз. Қалауларыңызша әрлейсіздер. Біздің вупи-пай тортымыз дайын. Кремі сіңу үшін 1,5 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Фото есептеріңізді менің Instagram парақшамдағы жекеме жіберіңіздер. Лүпіл басып, пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Сәттілік!